Жамағат ошын түшірмем дегенім. Гіл міне мен ұзып барам шушы жерде мен айтам, тыйыла нектір меңе міне көңілі жер болады реші. КамАЗ түзілгенде, КамАЗ ішлеп тұрғанда 80-ші жылларда бигірек міне мен келгенім 80-ші жылының, 85-ші жылының декабрында. Нектір міне ұшылай тыйыладыр, көңілі міне тулай тұрақлар, міне мұнда интерклуб КамАЗы. Ол тулай тұрақларда, дискотекаларда бик ұзмыдыры жамағат. Бик ұзмыдыры. Шуңа көрә міне мұнда билет берселер, мен енді газета эшләгәч берәләр ие. Ол ханым жетекшісі енді қызғаншыққа қаршы дүнияны қалдырды. Вот. Шунда енді бірінші шетелден қалған адамдар шуларны көрәсің енді. Шул. Соңдан енді интерклуб деген біткәш енді мұнда орысының театрын аштылар. Вот. Шуны айтасың келе. Енді Зяп деген бистеде анда мәселен болды түзүші, яғни строитель, мәдәниет йорты. Шунда енді қазір бір вақытта казино болды, біләс енді 90-ші жылларда енді, соңыдан енді болды 90-ші жыл ақырында. Соңыдан енді қазір анда аштылар, түзеттілер де, моторладылар да, татар драм театры шунда орнаштырдылар. Енді ол ілік партияның, райкомының бинасында орнашқаны, анда тігі зал дейлермі кішкінайы. Шуңа көрә бұл Зяп деген бистесінде орнаштырылар. Анда енді халық йөрер бәлки, көңілді. Шуны айтасы келе. Шәһәрнің бір шетінде, Камы бойында, наратлар янында, наратлар арасында шунда парк, шунда әлі тігі никахлашу сарайын түзділер, бір яғынан енді түзділер Орысын театрын. Шуны айтасы келе. Енді меңа шалтыратып ята Қазақстаннан келген бір малай мұнда келіп үйленішті ме, әлі ол шунда үйленішті ме, енді атасы да, анасы да мұнда қайтты келділер. Сіз міне енді ақыллы кішілер. Мені фикірлерінде қайсы уақытта алдан біліп тұрасыз нәрсе айтайын мәселе. Міне енді әйтігіз. Қайсы театрға ол мені шақырды? Қазақстаннан келген татар малайы. 40-тан шыққан. Ол айта, ұрша, телефон аша. Міне де, тігі нәрсәлі бізде, собачий сердце, шуның бойынша болады спектакльде. Айда де, тігі подъездларда үлкен бола бейді. Ол үлкенлер қар йортында бір үлкен. Шул үлкенлер алар, бәлкі аларға арзанырақ түшіргенлер ме. Міне де, ол де көп мұтыра 500 сомғана не барысы төлесің, а ол де билет 1000 тұрадыр бәлкі. Шул де, мені бұл енді шақыра. Мені біләсіз ме, ойнап кетті қаным. Нек мен айтам, сен татар болып. Орысша айтам, шынки ол аңламай бейт татарша. Татар театры нек шақырмайсың. Анда мен ешмасам, ярдам етірім нешіктір. Рухи ярдам болсын деп. Аларға барып шығырайым, қызықсынып бір отырып спектакльда. Абылай неге керек мен айтам ол? Неге керек? Мен аны Мәскәудә мәселен спектакль ясасаларда әлі барымын. Жоқ, мен телевизорға қарайым аны. Енді шақыртсалар Мәскәудә. Алар енді ұсталар, сахна ұстазылар нәрсе деп. Ұсталар енді шол. Алар енді спектакль қойса қоя енді мәселен. Мұнда нек енді міне біләсіз ме? Аларның дәрежесін міне өзігіз хақ берігіз дәрежесіне. Нендей дәрежеде енді олардың тігі ұсталығы, нендей дәрежеде енді 500 миллион халықның нейінде, шәһәрінде нендей дәреже енді. Әлік айтқанлар, провинциальный театр дейді. Мен аларыны қорлысым келмей. Әр қайсының өзінің мүмкінлігі. Ең бірінші мені шул тігі нешегенде уятып жіберген мені аңымны шул енді міне нек мен айтам, сен өзіміздің татар спектакліне шақырмайшы, мені шунда шақырып тұрасың. Міне көрдіңіз ме? Әйінді Мәскәудә тұралар алар, бұршылалар алар Мәскәудә. Фәлән, Татарстанда алар енді милләтшілер, алар имірші гіл өз тілінде келсінлер, қарасынлар шулай.
Көрсінлер, қарасынлар, нешік бізде міне. Міне жамағат мен әлі күн сайын шылтығы садақа болсын деп алып шығам баларға. Шуны ашатым әлі. Вот. Жетмеді штілі ауырға. Міне шолынды фикір білен тамамлайым да, бәлкі жетіп тұрар. Міне шол айтасы келген ие. Тігі ата бабаларымыздың мирасы міне тіл, дин, әдәбият. Әдәбиятны оқымайсың. Мәсәлән, сен ернәсің, бүтән тілді оқимсың мы, yok mu? Мәсәлән, дин, енді анда де күшләу yok де анда үндәу бар де. Мәсәлән, сен енді тіләмейсің. Тіліңні, анаңның тіліңні, халқының тіліңні сені кіші иткән. Әгәр дә сен болсаң, бүтән бір милләт, аларның хатта тілләре біткән, бірнеше дистә де қалған де, орысша айтмақшы, носители, тілні йөртүчеләр алар. Анда ғарләну болар е. Амында бит біздің тіліні бәрі-бір нешіктір көтерген болар. Қайсы уақытта қазір Аллаға шүкір әнә тігі кино қарайсың, анда тігі не ұнтам ашағы шырау-шты айталмайм. Әлі день радио, день выборов деген бар бит шуна тігі не. Анда татар не хорлама мені әнкайым, хорлама мені әнкайым. Ол білесіз ме, міне қысқа ғана жырла жіберді, біздің милләтімізді, біздің мәдениетімізді ғырурлығыны біраз көтеріп қойды. Танылар. Шүнки ол міне ілік қарайсың, мәселен, кино. Анда тігі СССР шырында я грузинларыны көтеріп қоялар, мазақлап, я Украин халқын етіп қоялар енді, алар өз тілінде сөйлеше. Әлі қарағыз сериал, мәселен, сериал тігі даже жоқ. Нешік әлі қазір большая перемена деген. Анда тігі носик ме ойнады, өз тілінде сөйлеше. Тігі айта оқытушы сөйлеш, өз тілі, ана тілінде. Мен туған тілінде, мен туған тілінде сөйлеше. Менім де, мәселен де, анам де шул Украин милләтіне дейме, атам де Орыстан, әлі керісінше ме, түрші шул нәрсе деп, мен екі тілде де сөйлешем деп, анам еш тымайлар. Алар, бізді алай бәлкі мәктепте болмағандар. Шүнкі бек қолданмайдыр. Әміне менім тігі бір мәрхум абыйымның хатыны ауылда шуна келді, анда 60% татар яшайдыр. Ол айтадыр, міне бізіне шул оқытушы енді қызғанышқа қаршы рұқсат болсын. Ол соңдан енді тігі 90-шы жылларда, 80-шы ақырларында зірәк уянып, аларда уянып, міне татар тіліне үнди башадылар, міне туған тілігізіні үйреніңіз ұнтмағыз деп. Ауылды айда оқытушы де, алды да де, бізні тияды. Аларны бәлкі шулай білесіз ме, бізде татар ауылда әз болғаш, 15% ме, 10 ме, 15% алай қорқмағанлар. Әтігінде 60% татар болғаш, шуға көре енді алар қорқып бәлкі қарар болғандар анда, қарар шығарғанлардыр. Тігі рануа деген бар бейт. Шуннан бәлкі. Шуға көре алар тыйып тұрғанлар аларны. Хамасын тыйып тұрғанлар туған тілінде сөйлешмәсінлер деп. Қазір Аллаға шүкір бар мүмкінлік. Сөйлешігіз тілігізді, сақлағыз тілігізді. Әмин тағы қалған ризығымны міне ұшы шықшықларға берейм әлі. Алар бет түн бойына үші бұтыралар. Сау болыңыз.